Бізді көзге көрінбейтін үлкен күштер басқарады. Өткен ғасырларда адам өзінің физикалық сезімдеріне тәуелді болды және өзінің білімін көріп, түйсініп өлшеуге болатын физикалық заттарға негіздеді. Қазір біз қоршаған әлемнің көзге көрінбейтін күші жайлы ақпарат беретін ең бір керемет дәуірді бастан кешудеміз. Осы дәуірді өткерген кезде біз айнада сұлбамыздың өзімізден әлде қайда күштірек, маңыздырақ екенін білеміз. Кейде жұрт өзінің бес сезімі арқылы қабылдай алмайтын, көзге көрінбейтін заттар жайлы ымтасыз айта салады. Ондай жайтты естіген кезде көзге көрінбейтін күштердің бақылап отырғанын естен шығармауымыз қажет. Адам баласының мұхиттың толқынына оралған материясыз күштерді бағындыруға немесе оған қарсы тұруға шамасы келмейді. Адам осы кішкентай жер шарын ғарышта, ал адамды жер бетінде құлатпай ұстап тұратын тартылыс күшін түсіне алмайды және осы күшті қалай бағындыру керегін білмейді. Электр күшінен өзін қорғай алмайтыны сияқты, адам найзағайдың көзге көрінбейтін күшіне толығымен тәуелді. Алайда мұны адам баласы көрінбейтін және сезілмейтін заттарға немқұрайлы қарайды деп айта алмаймыз. Адам жер астында өсетін адамға қажетті азықтың, үстіне киіп жүретін киімнің, қалтасын томпайтқан ақшаның материясыз күшін түсінуге де қауқарсыз. Ми туралы таңғаларлық әңгіме. Адам баласы өзінің бар білімі мен мәдениетіне қарамастан материясыз күштің ішіндегі орасан зорын туралы аз біледі немесе мүлдем түсінбейді. Сонымен қатар физикалық ми мен ойды материалдық баламаға айырбастайтын мидың күрделі тетігі жайында да білері мардымсыз. Алайда біз қазір осы сұраққа жауап таба алатын дәуірге жеттік. Ғалымдар осы ми деп аталатын таңғажайып дүниені зерттеуге ден қоюда. Олардың зерттеу сатысы ең бастапқы кезеңде болғанымен, адам миының ортаңғы қабатын, ми талшықтарын бір-бірімен байланыстыратын кескіндемеге сай келетін 15 миллион сандар жайындағы құпияны ашты. Чикаго университетінің докторы Джадсон Хериктің айтуынша, бұл сандар шексіз және жүздеген миллион жарық жылынан тұратын астрономиялық сандар мұның жанында түкке тұрғысыз. Адамның ми қыртысы 10 миллиардтан 14 миллиардқа жуық жүйке талшықтарынан тұрады және біз олардың белгілі бір құрылым бойынша орналасқанын білеміз. Мұның осылайша орналасуы кездейсоқтық дүние емес. Олар рет-ретімен орналасқан. Қазір де дамып келе жатқан электрофизиологиялық әдіс арқылы біз белгілі тәртіппен орналасқан микроэлектрді талшықтар мен жасушалардың әрекет толқыны туралы біліп, оларды радио шамдарының көмегімен күшейту арқылы миллиондаған вольтқа дейін әлеуетін арттыра аламыз. Дененің өсуі мен оны қадағалауға байланысты физикалық қызметті іске асыру мақсатында осы күрделі тетікті қолдану керек екеніне сену қиын. Бір-бірімен ұдайы байланыста болатын миллиардтаған жасушаның басқа да көзге көрінбейтін күшпен қарым-қатынас орнатуы әбден мүмкін.